Зимородок Түркиядағы ең жоғары рейтингке ие әрі ең танымал сериалдардың бірі. Рамазан Демир мен Афра Сарачоғлу басты рөлдерді сомдаған. Бұл сериал шетелге ең көп сатылатын түрік жобаларының қатарында. Сериалдың әрбір сериясының шетелдік сатылымы таңғаларлық деңгейде. Бір серияның бағасы 600 мың ақш долларына дейін жетіп, бұл түрік сериалдары үшін рекорд болып саналады. Актерлердің шынайы өмірдегі жеке тағдыры да экрандағы оқиғалардан кем түспейді. Зимородок сериалының арқасында кем дегенде 2 шынайы жұп қалыптасты. Біз сериал актерлерінің өмірдегі серіктері туралы айтып беруді жөн көрдік. Зимородок сериалында Қазым аға рөлін сомдаған актер Дерен Полатоғлулары өмірде Сена Полатоғлуларымен некеде. Ол көпшілік назарында болуды аса ұната бермейтін адам ретінде танымал. Сена сирек жағдайда ғана көпшілік алдына шыққанымен, олардың отбасылық өмірі жанкүйерлердің үлкен қызығушылығын тудырады. Белгілі болғандай, Дерен мен Сена бір қыз тәрбиелеп отыр. Актердің жұбайы мен қызы кейде ғана оның жобаларының премьерасына арналған гала кештерге бірге қатысады. Жақында бұл отбасы толық құрамда Берил Позан мен Эрсин Ариджидің үйлену тойында бой көрсетті. Экрандағы тағдыры ауыр, қатал әкенің бейнесін сомдайтын актер шынайы өмірде тату-тәтті берекелі отбасын үлгі етіп көрсетіп жүр. 3 маусымда Зимородок сериалында актерлік құрамға Пелин Ақыл қосылды. Ол Фериттің қызы Диар рөлін ойнайды. Көптеген фанаттар осы кейіпкердің пайда болуына риза болмаса да, өмірде актрисаны өте жақсы көреді. Пелин 8 жылдан бері актер Аныл Алтанмен үйленген. Ерлі-зайыптылар егіз қыздарын тәрбиелеп отыр. Олар актерлердің аккаунттарындағы сүйкімді видеолар арқылы Түркияда танымал. Бір сұхбатында жұптар танысу тарихымен бөлісті. Пелиннің айтуынша, екеуі де бір сериалда әртүрлі уақытта түсіп жүрген. Аныл Пелиннің тарихы аяқталғаннан кейін сериалға келді. Актерлер Пелин ескі түсіру алаңына барғанда кездесті, бірақ сол кезде арасында ештеңе болған жоқ. Барлығы Пелин мен Аныл Инстаграм арқылы хабарламалар алмасқан кезде өзгерді. Сол уақытта екеуі бір-бірінің жарияланымдарына реакция білдіріп, қызығушылықтары айқын бола бастады. Аныл Пелиннің тек көңілді ғана емес, ақылды адам екенін байқады. Ал Пелин өз кезегінде Анылдың таланты мен әзіл сезіміне тәнті болды. Осыдан кейін жұптың қарым-қатынасы басталып, 3 жылдан соң олар үйленді. Халис ағаның рөлін сомдаған көрнекті актер Читин Тикиндор 2 рет үйленген. Алайда екі жағдайда да оның жары белгілі актриса Зерин Тикиндор болды. Актерлер арасындағы жас айырмашылығы 19 жыл. Алғашқы некелері 1 жылдан аз уақытқа созылса, екіншісінде олар 10 жыл бірге өмір сүрді. Ерлі-зайыптылардың бір ұлы бар. Читин 1999 жылы бір жола ажырасқаннан кейін оның жеке өмірі туралы ешқандай мәлімет жоқ. Актриса Гүлчин Сантерджиоғлу. Экрандағы Ифакат бейнесінен айырмашылығы шынайы өмірде өте ұяң жан. Гүлчин 10 жылдан бері инженер әрі жазушы Утку Башиядзаджымен қарым-қатынаста. Актрисаның айтуынша, олар танысқаннан кейін 1 аптадан соң бірге тұра бастаған. Жұп той жасамай тек ЗАГСте некелерін тіркеген. Гүлчин жеке өмірін жария етуді ұнатпайды, сондықтан бұдан өзге мәлімет жоқ. 26 жастағы актер Таро Эмир Тикин. Каяның рөлін сомдаған, Зимородок сериалдағы өзге рөлдерді сомдаған Гёзде Кансу мен Эмре Алтукқа да махаббат қарым-қатынасы бар деген болжам айтылып жүр. Бұған актерлердің бірге демалысқа шығуы және кадр сыртындағы жақын қарым-қатынасы себеп болған. Олар жиі бірге уақыт өткізіп, кештерде бір-бірінен алыстамайтыны байқалады. Айта кету керек, 1 маусымның түсірілімі кезінде Гёзде музыкант Гюнтач Өздемирмен қарым-қатынаста. Алайда кейін жұп 2 жаққа кеткен. Ал Эмре Алтук бұрын үйленген, оның 2 баласы бар. Қазіргі таңда актер тек киноға түсіп қана қоймай, табысты әншілік мансабында қатар алып жүр. Суна рөлін сомдаған Берил Позан мен Абидиннің бейнесін ойнаған Эрсин Ариджиде махаббат қарым-қатынаста деген күдікке ілінді. Мәселе мынада. 1 маусымның түсірілімі кезінде Берил актер Эрдем Кайнарджамен кездескен. Ал ол өз кезегінде Эрсинмен де дос болған. Алайда жаз мезгілінде Эрдем кенеттен Берил мен Эрсинге жазылудан бас тартты.
Дәл осы уақытта жанкүйерлер актерлерді қол ұстасып жүргенін көрдік деп айта бастады. Түрік бұқаралық ақпарат құралдары да Берил мен Эрсиннің қазіргі таңда қарым-қатынаста екенін хабарлауда. Екінші маусымға арналған жуырдағы кеште жұп бір-біріне өте шынайы әрі жылы қарым-қатынас танытқан. Айта кету керек, бірінші маусым түсіріліп жатқан кезде Эрсин менеджер Диджле Пекташпен қарым-қатынаста болған. Көптеген жанкүйерлер сериалда оларды жұп қылып қосудан үмітін үзгендіктен, енді олардың шынайы өмірде бақытты болуын тілейді. Оның үстіне дереккөздердің хабарлауынша, жаңа сценаристер Кая мен Сунаны жұп қылуды жоспарлап отыр. Зимородок сериалының тек екінші маусымында ғана пайда болса да, көрермендерінің назарын бірден өзіне аударды. Таро түрік көрермендеріне Садақасы сериалындағы рөлі арқылы және танымал актриса Шевал Самның ұлы ретінде жақсы таныс. Сондықтан актердің жеке өмірі туралы мәліметтер жеткілікті. Таро 6 жылдан астам уақыт бойы София есімді ресейлік модельмен кездескен. Актердің денесінде орыс тілінде жазылған 2 татуировка бар. Бірінші татуировка 11. Ол футбол командасында осы нөмірмен ойнаған әкесіне арналған. Екінші татуировкада Соня, мен өлгенше деген жазу бар. Ол бұрынғы сүйіктісіне арналған. Өткен жылы Таро күтпеген жерден Софиямен айырылысып кетті. Осы жылдың тамыз айында журналистер актерден жеке өмірі туралы сұрағанда, ол өте ашық әрі тосын жауап берді. Мен айырылысудың және махаббаттан туған ауырсынудың зардабын тартып жүрмін. Софияны ұмыта алмаймын, әлі де өз-өзіме келе алмай жүрмін. Бұл менің жанымда үлкен жара қалдырды, деді актер. Таро шынымен де өте ғашық болғаны байқалатын. Ол сүйіктісімен түскен суреттерді жиі жариялап, онымен бірге түрлі іс-шараларға қатысып, отбасымен де таныстырған. Алайда жұптың не себепті айырылысқаны әлі күнге дейін белгісіз. Бірінші маусымда Фуаттың рөлін сомдаған Докан Полат пен Диджле бейнесін сомдаған Селен Узбайрак қарым-қатынаста. Жұп жеке өмірлерін бірінші маусымның финалынан кейін жария етті. Сол уақыттан бері олар барлық шараларға бірге қатысып жүр. Актерлер арасындағы жас айырмашылығы 11 жыл, бірақ бұл олардың қарым-қатынасына еш кедергі келтірмейді. Айта кету керек, бұл Докан үшін алғашқы жария қарым-қатынас болып табылады. Асуман рөлін сомдаған Өзнүр Серчелер 8 жылдан бері фотограф Игит Гювенмен қарым-қатынаста. Актриса бірге түскен суреттерін жиі бөліскенімен жеке өміріне қатысты ешқандай пікір білдірмейді. Сондықтан олардың ресми түрде некеде тұрған-тұрмағаны әлі күнге дейін белгісіз. Кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Өзнүр мен Игит бірнеше жыл бұрын үйленген деген ақпарат тараған. Алайда ғашықтар неке сақинасын тақпайды. Зимородок жанкүйерлері үшін ең қуанышты жаңалық басты рөлдерді сомдаған Афра Сарачоғлу мен Мерт Рамазан Демирдің шынайы өмірдегі қарым-қатынасы болды. Актерлер 2020 жылы Өгретінен сериалының түсірілімінде танысып, жақын достарға айналған. 2022 жылдың желтоқсанына дейін Афра басқа адаммен қарым-қатынаста болған, ал Мерт Рамазан махаббатқа мүлдем сенбеген. Алайда уақыт өте келе олар бір-біріне деген сезімдерінің бар екенін түсінген. Жұп осы жылдың жазында қарым-қатынастарын жария етті. Журналистер актерлерді яхтада демалып жүрген кезінде байқап қалған. Олар теңізде бір-бірін құшақтап, сүйіп, сезімдерін жасырмаған. Афра мен Мерт Португалияда бірге демалып, әйгілі топтың концертіне де бірге барған. Жанкүйерлер жұптың бірге түскен кадрларында тауып үлгерді. Дереккөздердің мәліметінше, Афра мен Мерт осы жылдың сәуір айынан бері кездесіп жүр. Алайда актерлер түсірілім жұмысына кедергі келтірмеу үшін жеке өмірлеріне қатысты пікір білдіруден бас тартқан. Сондықтан Мерт пен Афра ортақ кештерде де сериалдың кадр сыртында да бір-біріне жақындамайды. Кейбір жанкүйерлердің айтуынша, Зимородок сериалының продюсері жоба жүріп жатқан уақытта олардың қарым-қатынасын ашық көрсетуге тыйым салған. Біз танымал сериал актерлерінің жеке өмірі туралы бар ақпаратты жинақтауға тырыстық. Пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге үлкен рахмет.